сіздер бүгінгі сабағымызда біз құндылықтар бойынша жаңа бір тарау кітабына өркениеттің 29-шы 49-шы беттегі тамсырмаға сол бөлімдердің алдын ала ашып дайындалғанымыз 49-шы бет енді өркениет шежіре дегенді орысша айтқанда цивилизация дейді ғой, иә? Біз оны қалай түсінетін едік? Өркениет деген қалай түсінесіздер сіздер? Қысқа ғана ой талқы болсын, сабаққа белсенді қатысқандар үшін жоғары пайда алатын қаншалай болсын. Өркениет, цивилизация қалай түсінесіз? Осы баяғымыздың қазақтар көшпелі болды, иә? Орында тұрмады. Бірақ біз оның өркениетін жоқ деп айтпаймыз ғой, болмады деп айтпаймыз. Өркениеттің өзінше бір даму стилі болады. Жақсы. Ал бүгінгі сабақ негізінен қазақ тілі деген сабақ ол өзімізге жазбамызға сілтеме ретінде алуды үйренетін боламыз. Ендеше бүгінгі сабаққа қош келіпсіздер. Мақсатты түсіндіре кетейін. Бүгін біз сол бақ энциклопедия кітаптардан, ғылыми көпшілікке арналған журналдардан сілтеме алуды және мәтін жазуды үйренетін боламыз. Сабақ 4 бөлімнен тұрады. Сабаққа кіріспе, онда біз ой қозғаймыз, қызушылықты айтамыз, өркениет және медиа, сынақтама, тәжірибе жасаймыз, содан кейін қорытындыда сонымен аман есен сабағымызды тәмамдаймыз, иә? Сіздерге сәттілік тілеймін. Сонымен бірінші біз бір 7-8 минутта осы нәрсені талқылайық өз арамызда. Аштық қой, иә? Ол жерде не деп тұр тапсырмада? Оны оқиық. Ботай мәдениет дегенде. Оқып шыққаннан кейін сол мәтінмен жұмыс жасап, ары қарай дамытатын боламыз. Онда өз атын берсе болады ғой, мына Виктор мәдениеті деп. Ол ғылымда сондай бір нюанс, әрбір ғылым бір жаңалықшы өз атын қояды. Бірақ Ботай дейтін сол жерде ру бар екен, сол жерде бір ауыл бар екен. Ана ғалымның адалдығы Ботай деген сөз сол халыққа, яғни сол бір ұлттың қазақ қой ары деген. Осыған лайық деп қиянат жасамай Ботай мәдениеті деген ат береді. Және оқиық. Ауыл. Сол енді жылқыға отырған кезде баяғыда көйлек секілді киген адамдар бүйтіп жылқыға отырған ыңғайсыз болғандықтан түркілер және әлемде бірінші рет шалбар бойлап тапқан екен. Сондықтан да әлем жұрты түркілерге шалбарларға қарсы. Жақсы. Жылқы туралы, түркілер туралы, әлем туралы қызықты деректер жасалынып отыр. 7-8 минуттың ішінде осыны тамамдап жіберейік, иә? Қыздарға мынадай стикер. Қазір қорғаймыз, иә? Жалпыға ұсынып көреміз. Одан кейін бір идея ұсынамыз. Қандай идеясын ұсақ болады? Мысалы, жылқыдан жарыс ұйымдастырамыз ба деген секілді. Міне уақытымыз келіп жатыр. Өздеріңіз еркін осыны тоқтырдыңдаршы бір некелерді жазып. Жаңа Ботай мәдениетін оқыңдар ғой. Я буду рисовать. Ручкамен жазыңдар. Ең алғаш жылқы Қазақстан қазақ жерінде үйретілген. Әне.
Жылқылардың түрі Мирас. орап, Арап. арап. Толдар келіңдерші. Өздеріңіз Чөдір. Расскажи англичанин. Жақсы, жылқылар болып керек. Ол бірінші дерек. Екінші дерек. Жылқылармен біз соғыста қолдандық. Үшінші дерек. Жылқыны спорт түрде қолдандық. Үшінші дерек. Жылқыны толық тамыр етеміз. Мирас, жылқылар туралы не айтасың тағы да? Дұрыс айтасың. Сіз не айтасыз? Қазақ тілінде жылқылар өте маңызды және оларды көбейтеді. Жарайсыз. Енді қандай идеясын ұстап? Бұл көне түркілер және жылқылар туралы және де олардың фактілері, қызықты деректері. Түріктер, ежелгі түріктер көшпелі өмір сүруді, салт-санды және шебер соғумен танымал болған. Олар орталық Азияда қалды өнеріндегі тамаша шеберлікті қоса беймәдени мұраға ие болды. Жақсы. Несі? Жылқы түркіліктің төресі деп саналған. Олар түрік халықтардың көшпелі халықтарға өздерінің шаруашылығында көмектескен, сосын көптеген шайқастарда көмектескен, сосын жылқылар туралы. Және де осы көне түрік дәуірі ол 6-шы және де 7-ші ғасырлар қазіргі Қазақстан жерлерінде тілдік және саяси жағдайларда өзгерілуіне тікелей байланысты болды. Жылқының алғашқы Қазақстан территориясында менгені зерттелді. Жылқының ортасында өмір сүру ұзақтығы шамамен 25-30 жыл болды. Жылқылар Өте маңызды рөл атқарған осы көне түркі халқы. Ол Евразияда өте қалыптасу тарихында қалыптастыруда шешуші рөл атқарған. Жылқы ол көлік қой, иә? Ал енді сіздер осы жылқыға қатысты қандай бір идея ұсынасыздар? Қазақты жалпы әлемге танытатын сусын ретінде ұсынсақ болды. Рахмет. Бәрекелді. Тамыздар. Иә.
жігіт ол соған қарайды да оқып береді негізінен. Қазір бізге кім болашақта журналшы, журналист болғысы келеді, медиа саласында қызмет болғысы келетіндер бар ма? Жоқ па? Онда илгі. Тұрыңыз, сіз қазақша жақсы оқисыз. Сәле болсын. Көрініп тұр ғой, иә? Қазір мына титрді жіберемін, сіз оқып көріңізші. Сенаттың конституциялық заңнама сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің көшпелі отырысында білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов айтты деп. Владимир Волков соңғы жылдары заңгерлер дайындау сатушы жүйе сынға ұшырайтынын атап өтті. Заңгерлерді даярлаудың заманауи жүйесі оқу орындарының көптеген сипатталады. Соңғы 5 жылда 82 мыңнан астам заңгер оқуын аяқтап шыққан. Әсіресе кейбір оқу орындарының оқу-тәрбие іс-шараларын заңгерлерді даярлауға емес тек ақша алудың амалы ретінде әрекет ететінін алаңдатты. Асхат Аймағамбетов білім министрлігі заңгерлерді дайындайтын жоғары оқу орындарының санын айтарлықтай қысқартқанын айтты. 2019 жылы 71 жоғары оқу орны болса, қазір 59 және бұл әлі де шегі емес. Біз әлі де тәжірибені қажет ететін бар екенін көріп отырмыз. Кейбір университеттер жабылды, ал кейбіреулерінің лицензиясын профильдеу арқылы алып алдық. Бұл Университеттер ғана емес, мемлекеттік университеттер де бар. Деді министр. Димаш молодец. Қазір мына мен айналып тұрамын. Студент жағына біреу өтсе, сен соны қазір жарнамалайсың көпшілікке. Ол бір ситуация. Ал, айналдым. Саған базардағы аукционда жылқы сат. Жаңа жылқыны қорғайын ғой, жылқы ол. Иә, сендер сатып алушысыңдар, мынау сатады, Мирас. Жылқыны сатшадан деп. Сен түсіндір, менің мынандай жылқым бар деп. Ойда, менің мынандай жылқым бар. Мен жылқымын. Қазақша. Асыл текті? Асыл текті араб аты болады. Бұны мен Дубайдан 1,5 миллион теңгеге алып келдім. Мәссаған. Кім? 3 миллион. 5 миллион. Жақсы. Түсінікті ғой, иә? Жарайды. Бұдан да керемет құсады ғой, жақсы. Келесі. Бересіз ғой 3 миллионға. Келесі. Зара дейтін киім сататын магазинде жеңілдіктер болып жатыр, 20-30%. Енді, жақсы. Сонда енді сол жаққа жарнама жасаңыз. Негізі қыздар шығару керек еді, Шешініп отыр. жақсы, онда бұл Асылбек жарнаманың видеоның өзіне түссін. Зараға киімін шешіп. Қанша тұрады? 1 миллион. Білейін сатылды. Келесі күн. Бүгін бізде скидка. 200 мыңдан тұрады. Сатып алуға үлгердім. Ой, бәрекелді. Келіңіз. Рахмет, Асылбек. Шығармашылық. Асылбек, бізде жақсы жігіттердің көшбасшы келген секілді. Қуаныштымын. Келесі. Бір қыз келесі. Ахмет Байтұрсынның өз қолымен жазған бір хат бар екен да, ол ғылыми көпшілікте жақсы сатылады. Енді сіз соны сатыңыз. Мынау ғалымдар, мүмкін ғылымда қызығатын ғалымдар, санап қойыңыз. Ахмет Байтұрсынның қолжазбасын өзі істей алмайсыз мүмкін. Бүгін бізде аукцион өтеді, біз осы аукционда ата-бабамыз қалдырған қолжазбаларды сатамыз. Сатып алуға үлгеріңіздер, ата-бабамыздың Кім жазған оны? бізде бүгін қолжазба Ахмет Байтұрсынұлының қолжазбасы. Бұны осындай таба алмайсыңдар. Ол біздің ата-бабамыз жазған. Ешқайда таба алмайсыңдар. Менде ғана бар десеңші. Менде ғана бар, сатып үлгеріңіздер. Рахмет. Ағай
Айт, я могла бы. Давайте она. Жақсы келе. Кел. Сен соқсын. Первое слово, теперь второе. денсаулыққа пайдалы. араларыңызда құрт жақсы көретін жандарға құрт ұсынайын деп жатырмын. Құрт ол қышқыл түрі, шын түрі бізде сосын Ерегі бар, түрлері бар. әртүрлі формадағы, әртүрлі пішімдегі құрттар сатылады. Оның ішінде көп кальций және денсаулыққа өте пайдалы. Жақсы, сатылыс ба? Шашлык түрі бар. Бүгін Қарлық радио біз сізге дәл жүрекке жақсы дәрімектер сатамыз. Әсіресе қыздардан жүрегі жараланған жігіттерге, иә? Жақсы отырыңыз. Кішкене ғана бір сөзбен жазуыңыз керек. Иә? Көп етпей, түсіндіре алды ма? Иә. Мысалы, бала сабының мысалы отырда, кім-кім қылығын алмаса тәлім, оны үйрете алмас ешбір мұғалім дегенде, осы бала сабының сөзін біз қарапайым деңгейде. Оны да тастап кете салайық, қазір біз видео үшін аласылайық, иә? Осы жазғыңыздар, жаңағы үшінші тапсырмам еді, соған да орын тастап кетіңіздер. Үшінші тапсырмам кітапты алған кетіңіздер. Қараңыздар, бірінші ауызша ойлап көрейік, иә? Қазақстандағы туризм дамуының хронологиясы ресми бағыттарда жарық көрген түсініктемеге сәйкес 2007 жылдан 2010 жылға қосылғандағы дейінгі кезеңде сырттан келушілер туризмінің бюджеттері түсетін түсім 603 күрделі нәрсені біз оңай сөзбен түсіндірейікші бірінші ауызша. Қалай көреміз? Егер біз 2007 аралығында 2013 жылы туризм сенің бюджеті 60 миллион теңге. Жалпы негізі түсініңіздер ғой? Мәселелерді біз екіге айырайық. Қазір экспрессивті болып келеді. Яғни сөз андай ойбай, бірдеңе деген қай стилде келеді? Ресми жақсы, ерекше, дәл нақты ресми ресми көркемдеу құралдар, троп сөздерлер, жаргон керек емес ресми керек емес. Ауызекі стилде келсе де көркем, бұйрық, ресми, өнерген сөздер жиі келсе көркем, заң, ресми, эмоция басым, эпитет, арыз, ресми, құжаттар, ресми, диалект, жаргон, кәсіби сөздер болмайды, ресми. Ресми, өтініш, диалект болмайды, ресми болмайды ғой, келісімшарт, ресми, теңеу қолданылады, енді бағалауға ұнады емес, көңілді емес, қызықты емес, пайдалы болды деп үміттенемін. Сондықтан да бұнда парақтарға 3Q әдісі бойынша не құнды болды, не қиын болды, не қызықты болғанын ешқандай тапсырманы да қатысым керек. Ол үшін бізге бір ертерек жазып тәмамдаған кісі тікелей эфирде тұрған секілді бүгінгі сабақ туралы өзінің ойын білдірсін. Ең естелікке
бір нәрсені тарс етіп жатқан кезде сөйлейді ғой. Сол сияқты сен де сөйлеп кет. Мына ортаға қарай тұр. Мына сөйтіп бүгінгі сабақ туралы ойыңды, одан кейін ең соңында арнайы жүзелі болушы мектеп телевидение ішінде аяқтайсың. Өз атында Мирас Күрнекеев деген бірге арнайы ктк үшін денсің. Ал 1, 2, 3 бастап. Келесіз жүзеге толтырған мектебінде арасында бүгінгі сабақ өте қызықты әрі пайдалы болды. Өйткені біз көп тапсырмалар бердік және де аттар аяқтан қандай түрлері бар екенін білдім. Және де сабақ өте қызықты әрі жеңіл болды. Назарыңызға рахмет. Арнайы Жамбыл Мирас сізге айтып берді. Арнайы күткенміз. Ал ештеңе түсінбей ағай сіз өзіңіз барып кете беріңіз дейтін болсаңыздар, онда мойындарыңызды былай бұра салыңыздар. Ал 1, 2, 3. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Өзіміз